Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін өте ерекше таңғы ас дайындайтын боламыз. Видеоны бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Қыс мезгілінің соңына дейін 10 000 подписчик жинауға ниеттендім, сіздерден қолдау күтемін. Ең алдымен бізге керекті ингредиент ол сыр. Сырды теркамыздан өткізіп аламыз бірінші. Одан кейін 2 жұмыртқа дәміне қарай тұз қосып, жақсылап араластырып аламыз. Және де қызанағымызды алып, видеодағыдай турап шығамыз. Табамызға сұйық май құйып қыздырып аламыз. Одан кейін араластырған жұмыртқамызды құямыз. Бір-екі минут пісіріп алып, бетіне лаваш қоямыз. Бұл лаваштың тортилья деп аталатын түрі. Одан кейін видеода көріп тұрғандарыңызда бетіне тарелка қойып, табамызды айналдырып, лаваш пен жұмыртқамызды кері бетімен қоямыз. Және де теркадан өткізген сырымызды бетіне себеміз. Одан кейін туралған қызанағымызды сырдың бетіне қойып шығамыз. Және де лавашымызды видеодағыдай бір жағын екінші жағын бетіне қойып бүктейміз. Және де мен сары маймен лаваштың беттеріне жағып шықтым. Табамызға қызарып әдемі болып шығу үшін. Екі жағын жақсылап қуырып алғаннан кейін лавашымызды аламыз. Мінекей біздің таңғы ас дайын, өте керемет қытырлақ болып шығады. Бұл тағам өте тойымды және де жасау жолы өте оңай. Үйдегілерге міндетті түрде жасап көріңіз. Оларға ұнайтынына сенімдімін. Егер де сізге бұл видео ұнаған болса, лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Менің каналымда әр 2 күн сайын жаңа видео рецепт шығады, сол себепті каналымды жоғалтып алпаңыздар. Келесі видеода кездескенше